Кешкі ауызашарға мына бір ерекше тағам түрін міндетті түрде жасап көріңіздер. Алдымен қамырын илейміз. Қамырын кәдімгі перменге, мантыға илеген секілді орташа тығыздықтағы қамырды илеп дайындап аламыз. Дайын болған қамырды пакетикке салып 15-20 минут аралығында тындырып қоямыз. Келесі кезекте қызып тұрған майымызға етімізді салып, оның үстіне пиязды салып, жақсылап шамамен 15 минут аралығында баяу отта қуырамыз. Одан соң көкөністерімізді саламыз, сәбіз, қызанақ және де дәмдеуіштерімізді салып жақсылап араластырып, тағы да 15 минут аралығында қуыратын боламыз. Одан соң салқын суымызды құйып, етіміз піскенше баяу отта қайнатамыз. Сол аралықта жаңағы біржола қамырымызды жұқалап жайып, сұйық май жағамыз. Содан соң жарты бөлігіне осылай сәбіз, ал жарты бөлігіне укроп салып, дәл осы видеодағыдай орап шығамыз. Содан соң пышақтың көмегімен кішкентай бөліктерге бөлеміз. Барлық қамырымызды дәл осылай бөліп дайындап аламыз. Және де жаңағы піскен етіміздің үстіне туралған картошкамызды саламыз. Және де жаңағы турап дайындап қойған қамырымызды қазанымызға тізіп салып шығамыз. Және де міндетті түрде газдың отын баяу отта қоямыз. 30 минут аралығында бұқтырамыз. Сол аралықта толықтай піседі, өте дәмді болып шығады. Ас болсын.